осы ютубке тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, міндетті түрде бірнеше мәрте комментарий жазып, лайк басып, бөлісіп, таратып отырыңыздар. Иранның атом объектілері, атом қаруын жасайтын, уран байытатын нысаналары бір жолда Американың шабуылына ұшырап тасталған болды. Бұл енді адамзат тарихында өте ірі, аса сұрапыл, таңғажайып және өте бір мәні бар, маңызы бар оқиғалардың бірі ретінде тарихта қалатын болды. Яғни өткен түн сізбен біз тып-тыныш ұйықтап жатқан кезде ұзақ уақыт жоспарланған Иранның 3 ірі атом нысанасына, ағылшынша айтқанда Key Nuclear Sites'та Америка тарапынан соққы жасалды. Енді бұл соққының сұрапылдығы қазір ресми бейресми дерек көздерінде айтуынша бұғанға дейін дәл бұндай сұрапыл соққы ұстасып отырған жауыгерлер ортасында бір-біріне жасалған жоқ екен. Енді бір екінші деректе бұл тіпті анау Мәлкілдек шалдың кезінде жоспарланған Израиль мен Америка екі тарап жасаған нәрсе бар болған Тікебай шал даярған баяр болды дейді. Оны да біз білмейміз. Бірақ бір болған нәрсе бұл ашық түрде Иран, Қытай, Ресей, Солтүстік Корея одағы болып, оған мына Орта Азияның 5 сүмелегі қосылып, өздерінше батысқа қарсы бір үлкен әскери күш болып отырған, теке тіресіп, бірін-бірі қас-қабағын аңдып отырған сәтте Американың осы зұлымдық күштігінің ең негізгі мүшесінің бірі Иранға тұтқиыл шабуыл жасауы сөздің шыны керек. Бүкіл дүние жүзін 3-ші дүниежүзілік соғыстың бір үрейіне салып қойғандай болды. Иран Шанхай ынтымақтастық ұйымының мүшесі. Бірақ осы ұйымды құрушы, бастамашы Қытай үнсіз қалды. Иран Ресейдің ең үлкен әскери одақтасы. Екі елдің ортасында өлсек бір шұқырда, тірі болсақ бір төбеде боламыз деген андалық, ынтымақтастық, одақтастық келісім шарты бар. Бірақ Ресей үнсіз қалды. Иранның 3 атом объектісін тасталқан қылғаннан кейін Израильдің көшелерінде Thank you президент деген дәу керемет ту ілінді. Онда Трамптың суреті және оның ар жағына рахмет президент деген сөз жазылған. Жойттар қуанып тойлап жатыр. Енді бір қызығы, Еуропа, Америкада, тағы басқа елдердегі ирандықтар да қосылып тойлап жатыр. Енді жойттың тойлағанын түсінуге болады. Неге? Себебі Иран Израильді карта бетінен жоқ қылып жібереміз, жер бетінен жоқ қылып жібереміз деп айғайлаған қанша жыл болды. Олардың атом қаруын жасау туралы ниеттері, ындындары және біз осы бір атоммен ақ жоқ қылып жібереміз дегендеріне де біраз болды. Сосын ортасында атом қаруын кеңейтпеу туралы Магетаның келісімі бойынша бұндай қырғындық, жойғындық сипаттағы қаруларды кеңейтпеу туралы халықаралық келісімге сай Иранға сен атом қаруын жасамайсың деді, талап қойды. Иран бір кезде иә деді, мақұл деді, бірақ бәрібір оны жасап жатты. Енді қараңыз, Иран өстіп жатқан кезде шетелдегі қашып пысып жүрген ирандар, тіпті Иранда тіпті ұшақ билетін алуға шамасы жеткен ирандықтың бәрі қашып шетелге кететіндігін жұрттың бәрі біледі. Ұшақ билетін алуға шамасы жететін ирандықтың барлығы қашып пысып шетелге кетеді. Неге? Елдегі диктатуралық жағдайда отырсаң опақ, тұрсаң сопақсың. Тіпті мына мемлекетте адамдар өмір сүре алмай қалды. Сондықтан молдалар береген тирандық, диктатуралық ел, тілге еркіндік жоқ, ойға еркіндік жоқ. Анау ислам төңкерістік комитеті дейтін шектен тыс билік құрылымдары білгенін істейді. Тек мемлекеттің 1% ғана ұстайтын молдалар бүкіл мемлекеттің 99.99 байлығын ұстап отыр. Яғни бүкіл Иранның байлығы тек сол мемлекетті қанап отырған санаулы 10 шақты молданың ғана қолынан түсіп қалған. Және осы 10 шақты молда кәдімгі ең жоғарғы билік, президенттік қуыршақ, ал жаңа осы 10 шақты молда жаңа төңкерістік комитет дегенді құрып алған, діни пәтуа комитеті дегендері бар. Сонымен бүкіл мемлекетті қысқасы тек зұлымдықпен, үреймен, қорқынышпен, нақақ соттаумен, өлтірумен, жаңағы бүкіл телефонын, компьютерін тексерумен, қысқасы айыппұлмен басқарады. Иранның басқару жүйесі тек дін деген, дінді желеу қылды дегенің болмаса, Қазақстанмен бірдей ел. Енді
қызық болғанда шетелдегі ирандықтардың, оның өзінде әлі Иран азаматы, әлі шетелге құжатын өткізіп азаматтығын алмаған ирандықтардың өзінің қуанып жатқаны, олар ертерек Иранның бір тыныш, бейбіт елге айналғанын қалайды. Бұл батыспен ұстасатын, бүкіл бюджетті тек әскери қару-жараққа жұмсайтын халық қайыршылап кеткен, нан табу жеу қиын, жұмыс қиын, қымбатшылық, жоқшылық, батыстың санкциясы, осындай бір зұлымдықтың ішінде халық жасағысы келмейді. Себебі халыққа тек билеуші таптың мүддесін көздейтін Иран емес, қарапайым халықтың байбақытты, баяшатты, тыныш, жайлы, жаңағы ұйқысы тыныш, құлағы тыныш өмір сүргені керек. Оларға анау билікке жабысып алған молдашалдардың рахаты, олардың саяси сасық амбициясы керек емес. Шынында да сондай. Енді қараңыздар. Қызық болған кезде Ирандағы оқиғадан кейін Беларусьтың Біріккен ұлттар ұйымындағы өкілі бірден біз Америкамен қарым-қатынасты нормалдастырып, бұрынғы достық қалыпқа келтіруіміз керек. Америкамен екі жақта елшілік қарым-қатынастарды орнатуымыз керек, ақалай көкалай дей қалай. Яғни Иранның үш үлкен атом базасын, уран байту базасын соққылау арқылы Америка бүкіл дүние жүзін не ары, не бері тұрасың деді. Міне бұл сөздің шыны аса үлкен, аса маңызды бір оқиға болды деуге болады. Қызығы, Қытай үнсіз қалды. Аса қатаң жазғырамыз деді. Қытайдың бүкіл сөз осы болды. Американың Иранға жасаған шабуылын аса қатаң айыптаймыз деді. Бол, бітті, одан ары ләм мим деген жоқ. Қытайдың 400 миллиард доллардан артық ақшасы күйіп кетті. Иранның осы атом саласына да, мұнай саласына да Қытайдың салған ақшасы өте көп. Хуауи кезінде Мeng Wanzhouдің Канадада ұсталып, артынан Канаданың дипломаттарын Қытай өлім жазасын үкім етеміз деп, содан Мeng Wanzhou мен дипломаттардың өмірін айырбастап, Мeng Wanzhou Қытайға қайтып, Трамптың кезінде Хуауидің CEO басшысы Мeng Wanzhou дегенді Трамп Канададан сұрады, сен Америкаға өткізіп бер деп. Олар Америкаға өткізбей, Қытай ана жақтан қысым жасап, Канаданың бұрынғы ескі бір үш дипломатын ұстап, оларды өлімге үкім етіп. Сонымен қысқасы Мeng Wanzhou деген Huawei корпорациясының CEO-сы мен Канада өзінің бұрынғы дипломаттарының өмірін айырбастап алды. Ал Қытай деген сол Huawei корпорациясының CEO-сы Meng Wanzhouды Қытайға қайтып келгенде тура бір ғарыштан келген адамды қарсы алғандай қарсы алып алды. Сол Huawei немен ұсталды? Сол Иранға аса маңызды технологияларды сатқандық үшін Америкадан алған чиптерді, Америкадан алған контрактке қол қойып, Иранға, солтүстік Кореяға бермейсің деген чиптерді сол Иранға бергендігі үшін Huawei істі болды. Енді қазір Huawei сөздің шыны дүниеде банкроттық жағдайдағы бір компанияға айналып қалды.